Еркін күрестен ұлттық құраманың Олимпиадаға жолдамасына талас су шығып тұр. Әділдік қайда деп ашынған палуандардың бірі бапкерлер әлемдік додаға жеңген емес, керісінше жеңілген спортшыны жіберіп, қазақ спортына қиянат жасап жатыр деп ашынады. Комиссия таңдауында бір шикіліктің барын Олимпиада жүлдегері Ислам Байрамуковтың өзі де айтып отыр. 86 келіде еркін күрестен ұлттық құрама үздіктерінің бірі Әділет Дауланбаев Олимпиадаға кімнің баруы керектігін алдымен екеуара кездесу мен жарыстардағы нәтиже шешу керек деп ашынады. Себебі бұған дейін оқу-жаттығу жиыны мен халықаралық жарыстарда ол Аслан Кахидзені ірі есеп айырмасымен ұтыпты. Алайда құраманың бас бапкері маған әрдайым қағажу көрсетіп келеді дейді. Әрқашан барлық кездесуде мен Асланды жарыста болсын, оқу жиын жаттығу барысында болсын, әрқашан ұтам. Болмаса, маған жаттығуда беріңіздер Асланды, күресейін десем, Асланды менімен жаттығуда қоймайды, алып қашады, ары қашады, бері қашады. Мен айтам, менімен тренировкаға қойыңыз десем, қоймайды. Бұл жайлы федерация басшылығы да жақсы білет дейді Әділет. Ол аз болғандай бас бапкер Сергей Белоглазов спортшылардың арасына іріткі салып, шағыстыруға дейін апарды деп отыр. Тіпті федерация басшылығына бапкерді ауыстыру туралы өтініш жасалыпты. Ал бапкер Белоглазов Риоға Кахидзені апару туралы шешім өз күшінде қалатынын айтады. Біз Кахидзеге де Дауланбаевқа да теңдей мүмкіндік бердік. Кахидзе мықты болып шықты. Дайындық бабы тұрақты. Мен бас бапкермін. Бұлай айтудың реті бар. Қазір кім медаль әкеледі деген мәселе тұр. Кахидзе алып келеді деп сенемін. Лицензияны Астанада солытты. Ал еркін күрестен Олимпиада лицензиясы жеке спортшыға емес, командаға беріледі. Сидней Олимпиадасының жүлдегері Ислам Байрамуков жолдама мәселесін еркін күрестің иісі мұрнына бармайтын кәсіби тұрғыда қатысы жоқ адамдар шешіп отыр деп ренжулі. Оның айтуынша Олимпиадаға кіл мықтының ішіндегі шын мықтысы баруы керек. Екінші, үшінші шілдеде Германияда Дортмунд қаласында Golden Гран-при халықаралық жарыста екеуі кездесті ширек финалда. Шілдеде Әділет Дауланбаев 6-2 есебімен жеңіске жетті. Басқа қандай сұрақтар керек? Ислам Байрамуков Украина мен Ресей балуандар арасындағы осындай мәселені екеуара күрестіріп, нағыз мықтыны анықтау арқылы шешті дейді. Ал соңғы бір жыл ішінде 3 кездесуде де Аслан Кахидзені Әділет Дауланбаев ұтыпты. Керек десе, мұны да есепке алмай, боз кілемге қайтадан белдестіруге шығаруын сұрайды. Балуан Кахидзе болса, Риоға баруға әбден лайықтымын дейді. Манас Қайыртайұлы, Информбюро, 31 арна, Алматы.